Доча. Давай, моя дочь. Мама уезжает? Хорошо. На отдых. Хорошо? А ты веди себя. Хорошо. Хорошо. Слушайся всех. Мама приедет, ты много-много подарков привезешь. Хорошо. Дочь? Потом послушаем. Угу. Да. Пойдем, я тебя кое с кем познакомлю. Хорошо. Ana şunu acemi ekan bu. Acemi ekan ne gülüyor ya? Ne kuşta gülüyor? Zaten bütün bugün kuşta gülüyor. Ya. Sen ne istedin? Kızım boğulma bitti. Yok. Gidip koyar. Kızın en tanısınlar, oynayasınlar ya. Tamam, da sayılmaz. Пойдем, я тебе чуть-чуть. Салим, Салим. Вот эта тетенька теперь готова ухаживать. У нее, вон, видишь, две девочки маленькие. Будешь с ними играться. Мамин епі қызым, келе ғой қызым, таныстырып қояйын. Атыңды айта ғой. Амира деген қызым, Насихат деген қызым. Осы қыздармен ойнайсың енді. Будешь с ними играться. Хорошо? Послушная быть. Слушайся вот эту тетю. Хорошо? Он будет кушать готовить, стирать, убирать, все делать. Жақсы онда, жақсы демалып келіңіз. Көтермеші ма? Жүгірерді салады ойбай. Жет фильм. Сонша не салған? Сонықтан не салған? Неген запасшын кровать сырылған ба? Не салған. Вот Моя дочь вообще не кушает. Плохо очень. Нам сказали, мясо много кушать, овощей. Ее как положено накормите, да? Там печень. Қандаңыз ба? Жақсы уайымдамаңыз, қызыңызды жақсы тамақтандырамыз. Екі қызым бар, мүмкін сол екі қызбен ойнап жүріп тамақтанатын шығар, уайымдамаңыз. Қазір таңғасын беріп алайық. Мясо побольше дать. Болды, уайымдамаңыз, біз тамақтандырамыз қызыңызды, тамақ жеуге үйретеміз. Жақсы демалып келіңіз онда. Жақсы, сау болып тұрыңыз, хабарласып тұрасыз ғой. Уайымдамаңыз, қызыңызды қараймыз жақсылап. Камила келе ғой. Котлет жеп, чайыңды ішіп ала ғой. Осы жерге қояйын ба, ана жерге қояйын ба? Чайыңды ішіп ала ғой. Келе ғой. Я не ем такие сгоревшие котлеты. Ойбай, қызым, ол күйіп кеткен котлет емес ол. Ол бауырдан жасалған. Саған бауырдан жасалған котлет жасап дайындап алып келсем, бұл полезно. Бұны жеу керек қызым. Сенің қаның аз. Мамаң айтып кетті, жеп қойсын деп. Кет жей ғой, онда екеуміз отырып жейік. Келе ғой. Онда екеуміз отырып жейікші. Котлет жейін. Ben şunu malımda olmayayım. Ne deyip жарайды онда жеңдесең. Ойбай, қыздарым жаңағы асап берген котлет жемей қойды ғой, не істейміз енді? Қандай тамақ жасап береміз оған? Ет жеу керек екен, оғыз ет жемейді екен. Арық қолы қарасам. Ойласам берген тамақты жей беріпті ғой, жемейді екен. Қандай тамақ жасап береміз енді? Манты жасап қойдым. Манты жасап береміз.
Мүмкін етті қамырдың ішіне тығып берсек жейтін жар, иә? Иә. Солай жасайық па? Иә. Жасайық. Күнгі қыздарым оңай жетсеңдер жинаңдар. Қашыдан жуып, манты жасайық онда. Келіңдер қыздар, тамақ ішеміз, келіңдер. Келіп отыр, манты жейік барлығымыз. Терезеден жел соқпай ма отыра бересіңдер ма? Жоқ. Қайнамасын дейде отыра ғой. Отыр Камила. Манты тапсырын сендерге. Мантыны кім ұнатады? Мен. Алло, Камила? Al kızım, jüye var mantını. Bәріміз жасаған манты дәмді болып мынау көріңдер. Ал, сендерге де салып берейін бе? Мен өзім саламын. Мен өзім саламын. Әкеліңдер, манты салып берейін. Осы жерде көбек. Al kızımdır, ağası olsun. Камила жүйе ғой манты. Тамақ көп жеу керек қызым. Сонда денсаулығың күшті болады. Шай қойып берейін сендерге. Біздің екі қыз мантыны жақсы көреді олар. Манты жейді олар. Камила біреуін жеп көре ғой, дәмді ме екен? Дәмді ме екен? Иә. Ас болсын. Болят, ай-яй-яй, ай, как болят глаза, очень болят, ай-яй-яй, ай, как глаза болят. Ойбай. Щекоточная глаза. Не дейді? Глаза болят. Көзім ауып тұр деймін, не істеймін? Шөп керек ана. Не болды көзіңе? Көзің көрмей тұр ма? Көзің ашып бара тұр ма? Не болды? Ойбай, не істеймін? Жүріңдер жаңа ана көрші апа бар еді. Сол апаға алып барайын. Енді бұл кісі үндемекен. Сәлеметсіз бе апа? Келin. Есекпен келдіңдер. Қызым көзі көрмей кешегіден бері. Мына соткаға өсіп болып, балалардың көзі құртқан екесіңдер ғой. Оны айтсам қоймайды ғой апау. Телефонды көп көреді, көзі ауырып баратыр. Көріп беріңізші көзі. Енді бұған ем жасау керек. Жақын отыра ғой. Бұған ем жасау керек. Еміңіз жасап берсеңіз апа. Енді бұл су өзенінің қасында, өзендердің жағасында бір жапырақ бар, соны әкеліп, соны ем салу керек. Бір Алланың разылығы үшін кәнеке көзіңді көріп берейші. Қандай қай жерін қарам ауырып. Ашып барады дейді көзі. Ашып барады дейді, ем салайын. Бір Алланың разылығы үшін Алла ем салайын осы. Жақын отыра ғой. Кел бері. Жақын отыра ғой.
Ол шөпті қайдан табамыз апа? Мына өзеннің жиегінде бар, көлдің жиекті, өзенде өседі. Сулы жерде өсе ма? Сулы жерде өседі, сулы жерде. Соны не істейміз енді? Соның жапырағын алып келді, мен ем салып берейін, ем салайын, сол көзіне жағайын. Да, дұға жасап отырмын, Алла разы болсын, көзіне ем болсын Алла, ем болсын Алла. Жүре ғой онда қызым, барып со шөпті іздеп келейін. Шөшіпті алып келді, шөшіпке ем салын, көзіне емдеп берейін қызымның, Алла разы болсын Алла. Жақсы болып кетеді, жақсы болып кетеді. Амин, онда со шөпті іздеп алып келейік қызым, жүре ғой. Рахмет. Жүре ғой қызым, кәмелік, мына жерде жатып демалатыр, біз анада апаның айтқан шөбін іздеп келейік. Ойбай, қызым, ол жерге отырмайсың. Камила, Насихат, жүре қойыңдар. Жаңа Камиланы емшіге апарып едім, ана бір шөбі алып келіңдер деп жүріңдер сендер. Танисыңдар ғой, шөп қай жерде өседі, ойнап жүрсіңдер ғой. Шөпті тауып келейік барып. Жаңағы шөп қайықтауша деген онда жүріңдер. Жүріңдер жаңа шөп қайда өседі екен, шөп мына жерде шөптің қасында өседі еді. Қай шөп екен? Мынау емес па? Мына ол мынау. Мына шөп болуы мүмкін. Осы шөп шарен, осы шөптен көңіл алып барайық. Қаталауынан барайық ғой. Ойбай, мама сүйгенше көзін жазып қойыңыз керек қой. Оғызға айтып едім, көпшілікті көрмеші деп. Сендер оны ойнатсаңдаршы, бірдеңе қылып ойынға қосайық та ол. Осы болып қалар енді, бірінші осыны апарайық. Жүріңдер. Амансыз ба апа, біз жаңа шөпті отырыла ғой. Камила отыра ғой. Кәне, осы балам ба? Шөп бекен мәні? Әкетіңдер мұна шөпке ем салайын, Алла тағала. Ем салып осы балама берейін, Алла. Мұнаны ыстық суға салыңдар. Езіп, 2 сағат сайын көзіне там нете беріңдер, жаға беріңдер. Көзіне таңып отырайық ба? Көзіне таңып отырыңдар. 3 сағат сайын ауыстырайық ба? 2 сағат сайын? 2 сағат сайын, 2 сағат сайын. Көзі жақсы болып кетеді. Маған енді демін сап берің. Ал. Отырайық ал. Ya Rabbi, benim kolum емес, Allah'ın kolu. Allah Tağalam, Allah'ın bergen nəsib, rızığı birinci Allah'a sıyınыңдар. Allah Tağala nəsib etip, buna dem salып atып, көзіне şifasını versin, ем болсын. Жазылып кетеді қыздарың, Allah Tağala. Жазылып кетеді, şifası ем болсын, Allah Tağala. Mən ыстықтай суға салып. Қолыңыз жеңіл болсын еді. Амин, қабыл болсын, Allah, қабыл болсын. Allah мына разы шүл, Allah Tağala. Ne бердің, білдіңдер ғой, 10 мың сом ақша берді. Қабілетті, Allah берекетті болсын. Allah көзіне şifa беріп, әрқашан жақсы той болсын, artık қабыл болсын. Мені шақырыңдар тойға. Әже 10 мың теңге ма? Жүріңдер.